Мен Стамбул Биглан, ұлттық ғылыми медициналық орталық интернет кардиолог бөлімінің меңгерушісі. 2008 жылдан бастап осы ұлттық ғылыми медициналық орталықта жұмыс жасаймын. Жалпы медицина саласында жұмыс істегеніме 29 жыл болды. Жоғары санатты кардиолог, интернет кардиологпын. Қазақстан CTO клубының төрағасы. Азия кардиолог қоғамының екінші кезектік қоғамының орынбасар төрағасы лауазымын атқарамын. Біздің бөлімде бастысы жүрек қан тамырлары аурулар, коронар артериясының зақымдалуынан болған, мәселен тұрақты стенокардия, инфаркттан кейінгі науқастар, жедел инфаркт болған болса тұрақты стенокардия туралы осы науқастарға қан тамырларына стенттеу. Бұл негізгі бөлімнің 85% ұстайды жүрек қан тамыр ауруларының. Қалған және бүйрек артериялары менен перифериялық тамырлардікі 15%. Одан сырт қатерлі қан қысымы аурулары жылына 7-8 науқас, болмаса 10-ға дейін операция жасаймыз. Өйткені басқа орталықтар қабылдамаған, өйткені оның асқынулары көп болады. Көп жағдайда, мәселен, аластау 20-дан төмен болса, кардиохирург ашық операция алынбайды. Осындай науқастарды негізінен біз қабылдаймыз. Қабылдағанда енді оны көзсіздікпен емес, егер сол тамырмен қатысты болған жағдайда анықтап көріп алғаннан кейін оны істейміз. Бұл жақтан бізде көбірек тәжірибелеріміз бар. Одан сырт осындай ауыр науқастар туралы жылына дамыған елдерде, мәселен Қытай болсын, Европада, Жапония, сол сияқты елдерде жаңағы CTO туралы барыс қарым-қатынаста боламыз, ол жиналысқа қатысамыз. Оларды шақырып әкелеміз, өзімізде форум өткіземіз жылына. Сонда жалпы бізде бөлімдегі ең басты нәрсе жүрек қан тамырларынікі. Сол себепте енді көптеген науқастар әсіресе жас үлкен адамдарда шунт жасалған кезде, мәселен, инсульттың пайда болуы ол жоғарырақ болады. Біздің бөлімде негізінен 3/1 жүрек қан тамыр ауруының 3/1 негізінен ауыр және күрделі науқастармен жатады.